Әзім әңгімесі поэмасы. Бағдат қаласында Мұстапа мен Сапа деген ағайынды жігіт өмір сүріпті. Көп ұзамай әкесінен айырылады. Мұстапа суреткерлік ғылымын жетік меңгерген, ал Сапа болса тігінші, кестеші еді. Олар бір-біріне мал таппақ болып, екеуі екі қалаға жөнеледі. Мұстапа балаусаға, Сапа болса шын машынға кетеді. Мұстапа бойдақ болып біраз жыл жүреді. Күннен күнге өз кәсібі оңғарып, жағдайы жақсара береді. Кейіннен үйленіп, оның баласы болады. Молдалар оның атын Әзім деп қояды. Әзім әкесінен де өтіп өнерлі жігіт болады. Сол күндердің күнінде әкесі Мұстапа қайтыс болады. Бір күні ләпкесінде отыр еді. Алдынан бір шал өтеді. Әзім онымен иіліп сәлем береді. Жат жердің адамы едім, ей шырағым, қандай жұмыспен айналысасың деп сұрады. Ата, мен жас кезімнен суретші бояушылықпен айналыстым. Шал айтты, мен сені аяймын. Бұл өнердің еш пайдасы жоқ өнім дейді. Мен саған одан да химия ғылымын білуші едім, соны үйретейін. Мыстан алтын жасаушы едім, дейді. Егер менімен келіссең, ертең мысыңмен дайын тұр деп кетеді. Әзім ертесіне дайын тұрады. Шал мысты қайнатып, үстіне дәрі септі де, әр нәрсемен бұлғақтап, алтын қылып жасап шығарды. Егер мұны біліп қойса, амалым жоқ. Ал егер шын болып қалған жағдайда, сонау бақша ішінде отырамын. Іздесең сол жерден табарсың, дейді. Әзім жұрттарға көрсетті де, бәрі аң-таң қалды. Оны 3300 ділдаға сатады. Шешесі оған таң қалып, сол кісіні үйге шақыр, үйден дәм тұз татсын деп айтады. Әзім шалға барып, келіңіз, сырласайық, сұхбаттасайық, нашалы болып отырайық, дейді. Жарайды онда, мен барамын, бірақ үйіңде жан адам болмасын, дейді. Шешесі көршісінің үйіне кетеді. Шал екеуі арақ-шарақ ішіп отырады. Шал Әзімнің стаканына білдіртпей дәрі салып ішкізеді. Әзім шал қасынан ұйықтап қалады. Сонда шал терезеден ысқырады да 4 жігіт табыт алып үйге кіріп келеді. Әзімді табыттың ішіне салып, теңіздің жағасына алып келіп, кемеге салып, таң атқанша қаладан алыстап кетеді. Ертесіне шешесі баласының жазым болғанын іштей сезеді. Үйге кірсе баласы жоқ. Айғай салып жылайды. Әзімнің қол аяғы байлаулы. Есін жиып қараса, алдында шал тұр. Не қылғаның бұл? Анамнан мені неге айырдың, дейді. Шал айтты, көзіңді аш, мен сенің діндарың емеспін. Мен отқа шоқынамын, дініме көн. Егер олай болмаса, әр күнің 100 шыбықтан тиеді. Сонда Әзім, менің дінім хақ, өз ісіме ақпын, мені бұлай қорқады деп ойлама, дейді. Шал баланың үстіндегі бар киімін шешіп, арқасына шыбықпен сабап тастайды. 30 құлы бір-бірімен ақылдасып, ақсақал, мына жігіттің қолын шеш, өлсек бәріміз бірге өлеміз. Әйтпесе 30-ымыз сені суға тастаймыз, дейді. Шал сасқалақтап қолын шешеді. Шал Әзімге тамақ беріп, алдында құрдай жорғалайды. Өтірік жыламсырап, кешірші мені, мастықпен қылыппын деп алдайды.
Бала ойланып, болмастықпен істеді деп кінәсін кешіреді. Бір мезгілде балам тоқта, мына таудың үстінде мысты алтын қылатын дәрі осы жақта дейді. Бала айтты, өзің біл, мен қарсы емеспін деді. Жағаға шығып, баланы қасына ертіп түседі. 3 желмаяның біріне азық түлік салып, екіншісіне ерттеп, киініп алып, барабанды тастап кетеді. Шал маяның ішін тазалап, әзімге қанжар мен арқан береді. Әзім маяның ішіне жатып, аузын тігіп алады. Шал, мен жасырына тұрам дейді. Ал сені самұрық іліп алып кетер, биікке апарып тастайды. Бұл жерге қонғаннан соң жарға шық. Әзім айтқанын істеп, қапшық ішіне құм толтырып, арқанға байлап жерге түсіреді. Ал шал болса арқанды шешіп алып, қаша жөнеледі. Бала айғайлап, арқанды неге алдың? Біз бұлай келіскен жоқ едік қой. Шал, талай адамды осы тауға тастағанмын, солардың ішінде сен де барсың. Әзім дінсіздігін сонда білді. Қарны ашқан соң азырақ жеміс жеп ұйқыға кетеді. Біраздан соң тұрса, кеш батыпты. Жан-жағына қараса, жатқалы тұрған айдаһарды көреді. Қанжармен басын шауып алады. Әзім талдың биік жеріне шығып ұйықтайды. Ертесі таңертең өлген айдаһардың терісінен арқан жасап, 3-4 белден асып, бір үйге кіреді. Есікті ашып қараса, айдай сұлу 2 қызды көреді. Әлгі қыз, бұл жерде не істеп жүрсің деп? Әзім жайын естіп біліп алады. Сен осында тұра бер, бір күні еліңе жеткіземіз деді. Бір күні 2 қыз кетеді. Әзім үйде жалғыз қалады. Қыздар оған, қалай жүрсең де өз еркің, тек мына 2 есікке кірме дейді. Әзім оған мән бермей кіріп қараса, ішінде бір хауыз тұр, ернеуі құлтаулы екен. Ол ернеуі меруертпен қапталған. Бұл сайрам миуасы салбырап тұр. Әзім тамашалап қарап тұрса, таңғажайып түрлі құстар келген. Поэма бітпей қалған. Әрі қарай өз идеяларыңызбен, өз ойларыңызбен осы поэманы аяқтасаңыздар болады.